Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabi wa man wala. Аллах Таала мақтау, пайғамбарымызға салават болсын. Бізден өткен ізгілерге Алланың рахметі, жақсылығы жауған болсын. Құрметті көрермен, Аллах Таала баршамыз өзінің ізгі дұрыс жолына салсын. Бүгін ислам және отбасы құндылығы аясында айтылатын уағыз насихатымыз мұсылмандардың ең хайырлысы деген тақырып екен. Мұсылмандардың ең хайырлысы. Жалпы мұсылман хайырлы болады негізі. Аллах Таала Құран кәрімде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте, ғалымдарымыз алып келген бұл түсіндірме жолдарында мұсылманның қандай екендігі біз жайлап түсіне бастаймыз. Жалпы мұсылман деген кім? Мұсылман Аллаға бойсынушы, Алланың дініне сенуші, ақыретке сенуші. Жалпы барша жақсы, ізгі, адамгершілік қандай да бір құндылық болса, соның баршасын өзіне сіңірген адам жалпы мұсылман негізі. Мұсылман деп айтылады. Пайғамбарымыздан келіп сұрады адамдар. Мәнел мұслим. Мұсылман кім деп пайғамбарымыздан сұраған кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әл-муслиму мән салимәл муслимуна мин лисанихи ва ядихи деп айтты. Яғни мұсылман дегеніміз басқа адамдар оның тілінен және оның қолынан зиян, зарар таппаса, міне сол мұсылман деді. Демек, мұсылман кісінің қандай екендігі осы хадисте бізге міне ашық, анық айтылып жатыр. Жалпы ол тек қана намаз оқу, ғибадат құлшылықтар жасаумен қоса, сонымен ғана шектеліп қалмай, онымен қоса адамдармен мәмілесінде, қоршаған ортаменен, көршілері, жанұясы, отбасы, жұмыста, әріптестер, көшеде, қай жерде болса да, сол мұсылмандығына амал жасап жүрген адам, ол нағыз шын мұсылман болып саналады. Яғни, жалпы адам болып қалудың өзі бір қазіргі уақытта бір қиын бір мәселе болды ғой. Мынау әртүрлі желілерде көріп жатамыз, кейде естіп жатамыз. Пәленші бұлай істепті, мынау пәленші олай істепті, біреу ішіпті, біреу әкесін ұрыпты, біреу басқа бір қылмыс жасапты деген нәрсені көп естіп жатамыз. Жалпы бұл нәрсе адамзатта жалпы бұндай қылмыстар болып тұрады. Бірақ мұсылман кісі осы қылмыстардан, яғни қылмыс деген бұл күнә ғой. Сол күнәлерден өзін сақтаған адам бұл мұсылман. Осы қылмыстардан өзін шама шарқы келгенше сақтап, өзін абайлап жасаған адам бұл мұсылман. Яғни мұсылманшылықта біреуге зиян беру жоқ. Жалпы исламда өзі сондай. Ла зарара ва ла зирар. Исламда өзіне зиян келтіру де жоқ, басқа біреулерге зиян беру де жоқ. Мұсылман деген атаққа ие болу, бұл атақты арқалап жүру өте үлкен бір міндеттемелерді негізі қамтиды. Бұл мұсылман деген атқа, мына қазіргі уақытта кейбір адамдар айтады, мына мұсылманың ба осылай жасап жатқан, мына мұсылман ба көшеде кетіп бара жатып ішкен жеген нәрсесін жолға тастайды, болмаса көлігін жолдың ортасына қойып қояды, пәленшені күтіп тұрмын, пәленше шықсын деп отырмын деп, бірақ басқа адамдарға зиян келіп отырады. Осы мұсылманшылықты дұрыс түсінбегендік сол. Мұсылманшылыққа дұрыс амал жасай алмағандықтың бір белгісі сол. Оқып жатқан намазы, ұстап жатқан оразасы, болмаса беріп жатқан садақасы, зекеті, түнде тұрып оқып жатқан тахаджуд намазы, бұл Алла Тағаламен өзінің арасында қарым-қатынасы. Сонымен қоса, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: «Инни бу'исту лиутаммима макаримал ахлақ». Мен адамдарға мінез құлықтың ең жақсысын жеткізу үшін жіберілдім деді. Яғни пайғамбар болып келуден біріне адамдарға жақсы мінез құлықты көрсету. Біз де мұсылман болып басқаларға, мейлі ол әркім үшін жауап береді, бірақ әрбір адам өзінің мұсылмандығына амал жасап, басқалармен қарым-қатынаста сол біреуге зиян жетпесін, шамасы келсе пайдасы тисін, шамасы келмесе зияны жетпейтіндей жолды ұстану, бұл мына мұсылманшылықтың нағыз өзі деп айтуға болады. Аллах Тағала естіген білгендеріміздің жақсыларына амал етуді нәсіп етсін, пайдалы берім берсін.